Кали Құдайға сыйынып жатады. Мен юқтан көптеген өтіріктер айттым, енді өтірік айта алмаймын дейді. Сол кезде бір хатты көріп қалады. Мына жерде хат, бірақ мен ешқандай сұрақ қойған жоқпын ғой. Сосын Кали хатты алып ашып оқып көреді. Өткенгі хатта мен сізге көмектескен шығармын дейді. Бұл хатта сынақ қандай от сияқты деп жазылған, және де көптеген өтіріктерді айтпау керек деген. Оған біреу хабарласады. Кім бұл? Сен мені сыпайы деп ойлап тұрсың ба? Бұл қодрал Гараскол туралы дейді. Вишвавир 14 жыл түрмеде отырды, ол ойындарды жақсы ойнайды дейді. Кеш болмай жатып бір шешімін табуым керек дейді. Предар, сіз мына Гарасколдың кімдік екенін біле аласыз ба дейді. Иә, әрине біле аламын дейді Предар. Юктың әжесі Вишвавирдің отбасысына келеді. Вишвавир, бүгін хиромантия рәсімін өткізейік дейді. Өтініш, мен ондайғаларға хиромантия рәсіміне сенбеймін дейді. Бірақ мен де сенбеймін дейді. Бірақ орындап көрейік дейді. Ханшайымым, сіздің келініңіз бола алама көреміз дейді. Айтпақшы, мен Хаванды дайындап қойдым, ол дайын. Канеке, енді рәсімді бастайық, жүріңіз, Предар дейді. Қалай ойлайсың, Вишвавир не істеп жатыр дейді. Калиге біреу хабарласып жатады. Ол тәтесі болатын. Кали, білесің бе? Юктың әжесі келді. Вишвавир оған өз Гарасколды берді. Енді олардың тойлары болмайды. Мен ұтылмаймын. Сендер жеңілесіңдер дейді. Предар Гауридың қолын оқса, оның Гараскол емес екенін көреді. Тез асық әйтпесе, оның Гараскол емес екенін біліп қояды дейді. Біз өтірік айтпауымыз керек еді, енді маған тез Гауриге бару керек дейді. Мұнда рәсім өтіп жатқан еді. Бұяқта рәсімді бастайын деп жатады. Үстіңгі қабаттан Гаури келеді. Предар, рәсімді бастаймыз дейді. Гаури келіп отырады. Каляни, қазір біз көңіл көтереміз дейді. Кали үйге жүгіріп асығып келеді. Ал бұл жақта Предар рәсімді бастап жатады. Вишвавир Гауриде түтінге аллергия бар дейді. Қызым, сен бара берсен болады дейді. Сіз оның қолын кейінірек оқыңыз дейді. Кәне қызым, бөлмене бар. Юктың әжесі Гауридың қолынан ұстап қалады. Бұл түтін аллергияға қатты әсер етпейді. Қал осы жерде отыр дейді. Біз қолайлы сәтті өткізіп алмауымыз керек дейді. Предар, оның қолын оқыңыз дейді. Қызым, кәне қолыңды бер дейді. Сосын артынан Кали келіп қалады. Кали Гауриге орамалының ішіне қолын тығып, оларды алдамақшы болады. Олардың ойлары жүзеге асады. Калидің қолы Гауридың қолы секілді болып тұрады. Предар Гауридың қолын оқымақшы болады. Ғажап, керемет, дейді Предар. Юктың әжесі қолға тағатын әшекейді алып, Гауриге береді.
Сен менің үйгіме қалыңдық бола аласың, енді кете берсем болады дейді. Мен сізді тағы да құттықтаймын дейді. Қызым, енді бөлмене барсам болады, кәнекей бөлмене бар дейді. Сол кезде Кали жүгіріп өтіп кетеді. Вишвавир, бұл Калидің қолыма дейді. Иә дейді. Мені Кали құтқарып қалды дейді Гаури. Вишвавир Калидің жанына келеді. Оның басын сипайды, немесе батасын береді. Вишвавир әлгі қолға тағатын әшекейді көріп, бұл Гауридікі болуы қажет дейді. Әке, мен бұны шешуге тырыстым, бірақ шешілмей қойды дейді. Мен қазір бұны сабынмен шешіп әкелемін дейді. Жоқ, қажеті жоқ, бұны өзім шешемін дейді. Кәнекей дейді. Вишвавир әшекейді шешіп жатқанда Калидің қолы қанап кетеді. Әке, сізге рахмет, сіз менің қолымдағы әшекейді шештіңіз дейді. Сіз оны менің қолымнан шешкеніңіз қандай жақсы болды. Әке, бірақ менің бір тілегім бар, бұл Гауриге байланысты. Оны алдыңыздарда, енді маған қайтарыңыздаршы. Гарасколды дейді, менің Гарасколымды. Менің Гарасколымды Гауридікі деп айтуымызға болмайды дейді. Мен Гауриді сіз үшін құтқардым дейді. Гаури бұл өтірікпен өз тағдырын құртып жатыр дейді. Мен сізді өз қателігіңізді түсінді деп ойлаймын. Өтініш, Лилия ханымға шындықты айтыңыз. Мен бұл өтірікті сақтай алмаймын. Сосын Гаури келіп қалады. Юг тәтесіне тамақ беріп жатады. Юг, саған не болды, сені не мазалап жатыр дейді. Тәте, мен өз сұрақтарыма жауап алып жүрмін дейді. Кали, сен көріп тұрсың, бұның бәрі мен өз ханшайымыма істеп жатырмын дейді. Мына әшекейді тағып ал дейді Вишвавир. Сен әкенің қызға деген арманын орындауды әлі білмейсің дейді. Жоқ, әке, мен оны білемін, жақсы білемін дейді. Гауридің болашағы тек өтірікпен ғана болады дейді Кали. Менің Манжи апамның сөзі әлі есімде дейді. Әке, әлі бізде уақыт бар, біз шындықты айтуымыз керек. Сен дұрыс айтасың. Кали, Юг қоңырау шалбатыр дейді. Онымен сөйлес дейді. Гаури сөйлеспей кетіп қалады. Гаури, Югпен хабарлас дейді. Әне, ол қоңырауды өшіріп тастады. Мен оған звондаймын, сен оған шындықты айт дейді. Кали, жоқ, өтініш, оны телефонда айтуға болмайды дейді. Мен саған уәде берем, келесі жолы оған шындықты айтам. Жарайды, мен кеттім, бай-бай. Жоқ, тоқта. Сол кезде Юг хабарласқан еді. Сәлеметсіз бе? Чаудри ханым дейді Вишвавир. Мен сізге бірдеңе айтқым келеді. Біздің атастыру рәсімімізге Калиде келсінші өтініш. Кали, ол менің ханшайымымның баяғы кішкентай кезінен келіп келе жатқан құрбысы дейді Вишвавир. Чаудри ханым, өтініш дейді. Чаудри ханым, менің оқиғама ұқсас екен, дәл Муктаны сияқты дейді. Сосын жарайды деп келісіп, Вишвавир үйіне қайтады. Сосын Вишвавир үйіне келеді. Мен оған барлық шындықты айттым дейді. Енді ойындама. Прадар пуджаға дайындалады дейді. Сен күдіктенсен, сенбесен, Чаудри ханымнан сұра. Жоқ, әке, мен сізден күдіктенбеймін дейді. Сосын оның кезінде, кішкентай кезіндегі Рам сыйлаған жүзік есіне түседі.
Рам, құдай, бізге көмектес. Әкем шындықты айтты, енді Гаури Юкке шындықты айтсын дейді. Гаури мен Кали келеді. Гаури, мына өте әдемі үй екен дейді. Сен бұл жерде Юктың патшайымы боласың дейді. Сен бүгін оған шындықты айтасың ғой, иә? Иә, саған уәде беремін дейді Гаури. Міне, менің де ханшайымым келді дейді Вишвавир. Кали құдайға сыйынып жатады. Рама, құдай, Гауриге көмектесіңіз, шындықты айтуға көмектесіңіз. Тәте, сіз шынымен де астыға түскізіңіз келмей ме? Менде бәрі жақсы, Юк. Мені Гауримен таныстыратын шығарсын. Иә, тәте, мен сізді таныстырамын. Ал енді бар, бәрі күтіп отыр. Кали, маған салфетка алып берші дейді. Иә, қазір әкеліп беремін дейді. Аға, маған салфетка беріңізші, рахмет. Кали Юкпен соғысып қалады. Сосын Юк кетіп қалады. Гаури, мен сенімен сөйлесуім керек дейді Юк. Мен де сенімен сөйлесуім керек дейді Гаури. Ритуалға керек кокос қайда дейді. Оны Кали көріп қалып, оған көмектеспекші болады. Әлгі кокостарды алып, Юктың әжесінің артына қояды. Саған не керек дейді. Мен сізден өткенгі ғибадатханада болған күннен кешірім сұрағым келеді. Ал Гауридің расколы